Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздермен осындай хит десерттердің бірі трайфл дайындайтын боламыз. Кейде оны милка деп те атайды. Дәмі өте керемет, балмұздақтан айнымайтындай болып шығады. 100% сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Бізге керек ингредиенттер: ол жұмыртқа, сұйық май, қант, сүт, қайнаған су, какао, қопсытқыш және де ұн керек болады. Енді құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды салып миксерлеп аламыз. Енді үстіне қантымызды қосып, бірге миксермен шайқаймыз. Жұмыртқамызды осылай көпіргенше миксерлеп аламыз. Үстіне сұйық майымызды және сүтімізді қосып, тағы да миксермен бір араластырып жібереміз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Міндетті түрде електен өткізілген болуы қажет. Қопсытқыш, какао және де ұнды осылай қосамыз. Бірінші осылай араластырып жібереміз, өйткені ұнымыз шашырап кетпеуі үшін. Сосын барып миксермен біркелкі етіп миксерлейміз. Осылай біркелкі болған кезде үстіне қайнаған суымызды қосамыз. Және де тағы да біркелкі етіп миксерлейміз. Бізде сұйық қамыр шығуы қажет. Енді қамырымызды пергамент қағазына осылай құямыз. Духовкаларымыз алдын ала қыздырып қойыңыздар. 180 градусқа 20-30 минутта пісіріп алатын боламыз. Дайын болғаны осылай ағаш таяқшамен білеміз. Егер құрғақ болып шықса, дайын болды деген сөз. Енді решеткада әбден суытып аламыз. Енді суып болғаннан кейін осылай қолымызбен коржымызды үгітіп шығамыз. Осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Мен осындай арнайы трайфлға арналған коробканы қолдандым. Осылай салып шығыңыздар, 3 бөлікке бөліп шығамын. Үстіне сүтпен пропитка жасауға да болады, бірақ мен жасаған жоқпын. Осылай да өте дәмді болып шығады. Енді начинкасына осылай бананды салып шықтым. Енді кремімізді дайындаймыз. Ең алдымен творожный сырымызды миксерлеп аламыз. Мөлшерлерін бәрін осы видеоның астына жазып кететін боламын достар. Енді үстіне қант ұнтағын салып, тағы да миксерлеп жібереміз. Енді үстіне салқын клейгейді қосатын боламыз. Міндетті түрде 33% болуы қажет. Осылай крем болғанша шайқап аламыз. Бізде формасын жақсы ұстайтын осындай крем шығуы қажет. Енді кремімізді осы бананның үстіне орналастырып шығамыз. Тегістеп, силиконовый лопатканың көмегімен тегістеп шықсаңыздар болады. Енді біз трайфлдарымызды 10-15 минутқа мұздатқышқа жібереміз. Енді клейгейімізді плитаның үстіне қоямыз, ысытамыз. Қатты қайнатудың қажеті жоқ, жай ыстық болса болғаны. Ол жаңағы бізді шоколадты ерітуге ғана қажет болады. Осылай араластырып тұрыңыздар, шоколадтарыңыз астына жабысып қалмауы қажет. Міне осылай біркелкі бәрі еріген кезде плитадан алып тастаймыз да 5 минут суытамыз. Енді трайфлдарымызды мұздатқыштан шығарамыз, кішкене ол қатты. Енді үстіне шоколадты ганашымызды құямыз осылай.
видеодағыдай біркелкі етіп шығыңыздар. Достар, егер видео рецепт ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушығын басып қойыңыздар. Менің жаңа да рецепттерімді өткізбамас үшін. Міне біздің трайфлдарымызды енді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша түрлі жеміс жидектермен, тәттілермен әсемдеп шықсаңыздар болады. Мен осылай құлпынаймен әсемдеп шықтым. Достар, міне біздің трайфлдарымыз осылай дайын болды. Өте дәмді, нәзік, керемет дәмді болып шығады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге 100% ұнайды деген ойдамын. Және де өздеріңіздің ой пікірлеріңізді осы видеоның астына комментарийға жазып кетіңіздер. Осындай дәмді десерт жасап, үй ішіңізді, жақындарыңызды қуантыңыздар достар. Және каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі кездескенше достар.